Папа, мама, жағдай былай ғой. Үйленсем ба деймін. Енді әрине сіздердің рұқсаттарыңыздан кейін. Үйленгенде болса да біз үйге келін болатын болса, көрейік те жақсыны көрмекке деген. Шықшы былай. Шыққанда... Не күндемейсің? Айтсашы бірдеңе балаларға. Мен де деймін. Мен рұқсатымды бердім. Бақытты болсын. Сенің рұқсатың керек емес уже оларға. Оқисың ба? Жоқ, бітірдім. Әйтеуір бір оқуды бітірген келін келді. Қандай оқу бітірдің? 11-ші сыныпты бітірдім. Есің дұрыс па? Топассың ба дейді саған? Мам, мен де... Жама өзіңді. Мен саған айттым ғой, аттан кейін шықпа деп далаға. Өзің ғой магазинге жіберген. Мам, ашуланбаңыз, мен сізге жақсы келін болам. Жақсы келін болсаң да, жаман келін болсаң да, несін айтып отырсың? Бол ары бол, бояусын кесін. Бала неше айлық? 5 ай, 4 күн. Қашаннан бері танысыңдар сендер? 5 ай, 4 күн. Сен не шыдамадың ба? 5 ай, 4 күн дейді ғой. Жаным шықпа жатыр ма, шыдамай? Тұр, не бітіріп өтсің сен? Келін болып келген екенсің, тұр тамақ істе. Сенде кезінде мен сиырды сауып, құртты істеп, майды жайып, иығыма айнағашпен су тасығанмын. Тұр тамақ істе. Ай, не болып қалды? шаншып кетті. Немереңіз сіздің ашуланғаныңызды естіп, теуіп жатыр ғой. Құда, жаным, немерем менің, иманым менің. Айт оған, әжең енді ашуланбайды де. Мам, немереңіздің қарны ашып кетіп тұрған сияқты. Тиме. Апа, немереңіздің ащы жегісі кеп тұрған сияқты. Немереме сәлем айт. Жесін тойып ал. Не бар? Апа, немереңіз менің аяғыма массаж жасағаныңызды қалап тұр. Что? Енді немереңіздің қалауы ғой. Ой, сұмырай. Солай ғой, я? Солай ғой, я?